Құрметті Кентау қаласының тұрғындары, мінекей қазір білесіздер сезон, үй алып, үй сатып жатқан кезең. Осындай керемет кезеңде бізде Кентау қаласында Махамбет Өтемісұлы 9-шы үй, 6 бөлмелі үй сатылымға шықты. Бір сыртын көрсетейік. Мына жер асфальттанған, жолды көріп тұрсыздар. Көше жарықтандырылған. Сосын көршілер де өте жақсы адамдар, ақкөңіл адамдар, осы үйдің адамдары сияқты. Сондықтан қазір сіздермен бірге осы кереметтей 6 бөлмелі үймен танысайық. Керемет жер үй, 6 бөлме. Қазір сіздермен бірге танысатын боламыз. Алып кеттік. Мінекей шағын прихожка бар, шағын. Осы жердегі мына шкаф қалады. Мінекей осы жерге аяқ киімді шешесіздер. Мына жақ енді әдемі үй. Үй енді өте тап-таза, жап-жарық. Үйдің атмосферасы жаңа бір айналып шықтым. Аурасы өте керемет екен. Бір өз үйінде жүрген сияқты сезіндім. Кіріңіздер, мына жерде прихожка қалады. Міне төбенің бәрі, үйдің барлығы натяжной потолок тартылған. Сосын люстралар бәрі қалады. Мінекей келіңіздер. Әшейін кіреберістің өзі қараңыздар қандай кең. Және де барлық біздің әйел азаматшалары, осы кез келген келіндер болсын, барлығы білесіздер кухня. Кухнясы өте кең екен. Қараңыздар, жап-жарық, кең, мына қараңыздар. Сосын бір жақсы не жаңалық сіздерге, мына ас бөлмесі полный қалады. Кухняға. Бұлар енді біраз, қазір білесіздер, ас бөлмесін жасауды да оңай емес, біраз ақша тұрады. Бірақ осыны тастап кетеді. Сосын мына столда қалады. Мына жерде 7-8 орындығы бар. Ас бөлмесінің столы бұл орындықтармен қалады. Күшті, ас бөлмесі. Одан кейін мына жақта тағы бір бөлме бар. Бұл бөлме не деп атайды мына жерде? Спальный. Мінекей спальный бөлме. Спальный бөлмені көріп тұрсыздар. Бұл да кең, қараңыздар. Негізі потолок биік екен, бір 3-тен асады-ау. Барлық бөлмемен байқап шықтым. Өте керемет, натяжной бәрі әдемі тартылған. Люстралар барлық бөлмеде. Сосын үйдің ремонты өте күшті. Дәліз бөлмесінің өзі кең. Сосын мынадай қуыс бөлмеместі сразу кіріп кете беретін бөлмелер. Есіктердің барлығы ауысқан, новый есіктер, қымбат есіктер көріп тұрсыздар міне. Барлығы ремонт өзіміз тұрамыз деп жасалған. Негізі осы үйдің иелері көп балалы отбасы, бала шағасы көп, сіздерге де жұғысты болсын. Сондықтан енді өзіміз тұрамыз деп жасалған. Бұларда қазір бір ұсыныс бар. Егер үйді алатын адамдар болса, 3 бөлмелі үйге қаладан үстіне доплатасымен ауысуға да болады екен. Ары қарай танысайық. Бұл бізде не деп аталады мына бөлме? Зал. Қараңыздаршы қандай? Зал. Кең. Зал енді күшті. Мына жерде біз айта кететініміз, үйдің иесі жаңа өтініш жасап жатыр. Мына стол қалады деді. Орындықтармен бірге. Мына жерде сіздерге бір 20-25 адамдай еркін отыра алады. Үйде бір қонақ келіп жатса, үйде бір жиын жасап жатсаңыздар, еркін отырасыздар. Мына отыратын бөлменің өзі кең екен, орындықтармен қараңыздар. Қандай күшті. Мына жап-жаңа, айтпақшы орындық стол орындықтармен жақында тапсырыс берген. Новый. Күшті. Енді үйме төбесін бір көрсетіп берсеңіз, қараңыздар, натяжнойлары. Кондер қалады. Сосын кондиционер қалады. Қандай керемет. Сіздерге де осындай үй жұғысты болсын. Үйді алып жатсаңыздар, мына пердені, себебі бұл жақ арнайы тіктірілген, сіздерге подарка қылып тастап кетеді. Бұл да әрине ақша тұратыны сіздерге беріп кетеді. Бұны да жақында тіктірген пердені. Қандай үлкен. Барлық терезелер пластик. Үйде газ, свет, су кеп тұр. Енді күшті үй, керемет үй. Өзім қатты ұнады. Негізі осындай көп балалы отбасы бар үй алған жақсы. Себебі сіздерге де сондай үбірлі шүбірлі болыңыздар. Бұл үйде 2 спальный бар екен. Мына спальный кроват, көріп тұрсыздар ғой, спальный. Бұл қалмайды. Мына шкаф қалады. Көрдіңіздер ғой, ол шкаф қалады. Кең шкаф. Пойыздың вагоны сияқты. Жылжиды-ау деймін, мына жылжиды екен. Пойыздың вагоны сияқты. Әдемі көрпелер жинап қойған. Мына есіктер. Бұл да шкафта жаңа. Арнайы жасап қойған. Үйдегі көрпеше, жастық, анау-мынауларыңызды осы жерге салып қоясыздар. Күшті. Өте керемет. Барлық бөлме натяжной екен. Керемет екен. Сосын мына қараңыз, бесікті көріп тұрсыздар ғой. Бұл үйде кішкентай бөпелер де бар. Құдай қаласа, жас отбасылар алып жатсаңыздар, сіздер де бөпелі болыңыздар. Ал, міне көріп тұрсыздар, біз ваннасындамыз. Ваннаны қараңыздар, қандай кең. Вообще кең ванна. Ваннада қалатын заттар. Аристон, новый Аристон, жаңадан қойған. Новый міне. Жаңағы раковина, шкафчигімен. Оны да қазір білесіздер, біраз ақшаға жасайды. Айнасымен. Ваннада новый. Көрсетсеңіз болады, шынайы бір жағынан көрсетіп жіберсеңіз. Новый ванна. Пластик терезесі бар. Осылар қалады, стиралка қалмайды енді. Стиралканы алып кетеміз деп жатыр. Осындай күшті. Ванна өте кең екен. Ванна өте керемет. Новый заттар ғой. Видеоны көріп отыра бергенше, лучше осы үйге көріңіздер. Ал енді біз Махамбет Өтемісұлы 9-шы үйдің холлындамыз. Қараңыздар.
үйдің негізі ремонтын жақсы жасаған, обойлары бәрі күшті. негізі мынау әбден өте ұқыпты тексеріп алған ғой ремонт жасаған кезде. Сосын мына үйде, мына бөлмеде енді ешнәрсе қалмайды, осындай кең холл, люстра қалады. Сіздерді менімен бірге осы Махамбет Өтемісұлы 9-шы үйдегі 6 бөлме үй кухнясымен менімен бірге аралап шықтыңыздар. Енді сұрақ туындайды, бағасы қанша, бағасын айтайын ба? Бағасын төменде тұрған WhatsApp нөмірлері хабарласып, осы үйдің иелерімен сөйлессеңіздер болады. Жаңа вариантты айттым ғой, 3 бөлмелі үйге қаладан доплатасымен ауыстыруға да келіседі. Бірақ негізі бағасын айтып отыр, мынанша миллион деп. Бірақ жақсылап түседі. Егер сіздер наличка ақшамен келсеңіздер, нақты серьезный алатын адам болсаңыздар, үйдің иелері түседі. Хабарласыңыздар, осы үйдің иесі атаныңыздар. Үйдің 6 бөлмелі үйдің ауласы кең, бәр жер асфальттанған, көрсетіп жіберіңіз бе? Үйдің айналасы бәрі асфальттанған, роза гүлдер отырғызылған, егілген. Сосын 6 соттық жер бар, ол жақта да жеміс ағаштар өсіп тұр, шие, өрік деген сияқты. Гараж бар. Гараж және тағы да бір бөлме бар. Яғни склад сияқты үйдегі мынау заттарды, сезонный заттар сап қойсаңыздар болады. Соны пайдалануға болады. Мінекей жер учаскесі қандай. Қараңыздар. Жеміс ағаштар өсіп тұр. Күшті, мына шие өсіп тұр. Өте керемет. Роза гүлдер отырғызылған. Өрік өсіп тұр. Су 24 сағат ағады. Үйдің айналасы көріп тұрсыздар ғой, шарбақпен қоршалған. Шарбақ болғанда да кәдімгідей шлакоблокпен өрілген. Өте күшті. Махамбет Өтемісұлы 9-да сіздерді күтеміз.